Зәуре Жұманалиевна, бір адамның өмірі, бұл баласы өзі үшін, ол былай айтқанда дүниенің барлық қызығы сол болуы мүмкін. Болатын болып, әбден калека көріп жатырмыз, көп ондай нәрсе Қазақстанда. Көп емес. Өте көп мен сізге көрсетемін. Осы нәрсені келесі отырысқа мен сізге алып келемін. Өте көп. Сондай адамдарды мен сізге видеосын әкеп осы жерге көрсетемін, пленарный заседаниеда осы нәрсені аманшылық болса көрсетемін. Енді бұл менің хақым ғой, Зәуре Жұманалиевна, бұл менің хақым ғой, менің хақыма қол сұқпасаңыз. Бұл жерде 107 адам депутат болатын болса, әрқайсының өзінің орны бар. Сол сияқты бір адам калека болып жатса, ол сіз үшін жарайды, бір мыңнан миллионнан біреу шығар, бірақ ол оның өмірінің мәні, өмірінің мағынасы. Ең сондай адамды желкелеп барып сондай нәрсеге жеткізу деген нәрсе біздің бұл халыққа жасап жатқан қиянатымыз. Мен қарсы емеспін, вакцина ексін. Сосын елдің бәрін қараңғы көру, елдің бәрін ақымақ көру деген. Мен мысалы үшін балама вакцина неге еккіземін? Мен баламның мысалы үшін ауру таратқыш болған, ауру болған мен де қаламаймын, бірақ міндетті түрде сен ектеп алып кеп, ол БЧ вакцинаны еккізіп, мен көз алдымда әкесі болып тұрып, шешесі болып тұрып, баламды калека қылатын жағдайға мен апаруға жол бергізбеймін. Енді сонда өзі Қазақстаннан кет деген сөз бұл. Егер мынандай заңға мойынсұнбасаң, сен бұл мемлекеттен кетуге мәжбүр боласың. Мен ата-бабам өмір сүрген мемлекеттен неге қашуға тиіспін? Сіздер осындайға келіп жатырсыздар. Жоқ, енді ешкім кет деп жатқан жоқ. Жоқ, енді обязан десе, мен бергім келмесе, көзім көріп тұрса, басқа бір калека болған балалардың бірінен соң бірі мыңдаған баланы көріп тұрып, мен мына жерде баламды өлімге байлап берген сияқты болам ба? Білеміз, жаңағы сіздің сөзіңізден түсінген нәрсем. Дешевую вакцину покупает, поэтому деп отырсыздар. Высокоэффективный вакцина алыңыздар. Бұның артында үлкен ақша жатыр. Ол ақшаны анықтау үшін, соның барын ақтау үшін, мына жерде сіздер актер болып, артист болып отырсыздар. А біз халықтың атынан айтқан соң мынаны өткізетін болсақ, біздің мына жердегі парламентте құнымыз көк тиын тұрмайды. Мынаны ешқашан өткізуге болмайды. Мен сіздерге, как депутат ретінде, мандатымды берсем де, мынаны аяғына үшін алып шығатынды сіздерге заявляю. Түсіндіңіздер ме? Алдыма келмей қойыңыздар. Ертең кабинетке келесіздер, ананы саласыздар, туысымды саласыздар, танысымды саласыздар, министр шығады. Кім шықса, ол шықсын. Мына жерде ең құрғанда бір азаматтық позициямыз сақтап қалатын, адамгершілігіміз сақтап қалатын жағдайда болуымыз керек. Сондықтан сіздер өздеріңіздің ойыңызда қалыңыздар, мен өзімнің ойымда қалам. Сосын пленаркада аманшылық болса, осы мәселемен халықтың алдында келісеміз. Болды. Мына жерде отырған депутаттардың бәрі халықтың атынан отыр енді, оларда жай емес қой. Енді 18 миллион ішінде орысша білмейтіні бар, қазақша білмейтіні бар, жақсы көретіні бар, жек көретіні бар. Әрқайсымыз бір слойын етеміз. Бірақ менің атымда мәдениеттің адамдары, дәстүрлі адамдар тұратын болса, Магерамовтың атында Әзербайжандар тұрса, Смирновның атында коммунистер тұратын болса, осы үш адам, сол кісілердің ұсынысы үш адам айтқан бір жерден шыққан соң, бұл бекерден бекер көтеріліп жатқан нәрсе емес деп ойлаңыздар. Жиналғанда былай істейік, тура мен осындай фактыларды видеоға салып, мен де көрсетейін. Мен де жаңағы суреттер әкелген сияқты, мен де көрсетейін. Сол кезде халықтың жан айғайын көрген кезде сіздер басқаша қарайсыз. Бірақ енді сіздің айтуыңызда жаны бар шығар. Бірақ сіз жауап беріңізші бір сұраққа. Мысалы, бір біздің азамат болсын, я біздің Қазақстанда тұрады, келген азамат болсын. Айтайық, ит қауып алды. Құтырған ит қауып алды. Оған енді вакцинация жасау керек қой. Жасау керек. Жасау керек, но соны жазылып тұр. Жоқ, ол мәселені басқа нәрсемен әкелесіз. Сіз подряд мына жерде мынау тыңдаңызшы бірінші. Здесь собака зарыта. Это ужасный нәрсе бұл. Мен сіз тыңдадым. Жақсы. Келесі. Ал крымский геморрагический лихорадка дейді. Бізге келді. Контактный адамдар бар. Жасау керек пе вакцинация? Жасау керек. Халық шешеді осы мәселені. Тек қана алдын ала бар ғой, бәріңіз істедім. Жақсыға білесіз ғой, менсіз отношение білесіз. Мен артист деп отырсыз, соны тиіп кетіп отыр. Мына жерде айтылып отқан статистика келсетіп, сурет таратып, мына жерде эмоция ойнап, шаршатты осындай саясат ойнағаннан. Өзіңіз сияқты шынын айтсын, сізге артист деп отырған жоқпын. Негізі барған жарайды енді. Артист десең, солай қабылдасаңыз, солай қабылдаңыздар. Бірақ мына нәрсеге байланысты, мен өзіміздің позициямызда қаламыз. Бұл менің депутаттық былайша айтқанда хақым, құқығым. Бұл аяғына шейін бару керек бұл нәрсе. Сіздер келіп, дұрыс, мына айтып отқан нәрсеңіз, аға, дұрыс сіз айтып отырсыз. Бірақ мына өтіп кететін болса, подряд чесіне, шелгесіне сүйретіп апарып, ана дәрінің ақшасын өткізу үшін, әр жағында бұның ақша тұр ғой кім? Жасыратын ештеңе жоқ. Бұның ақшасында миллион тұрған жоқ, миллиардтар тұр ғой. Оның әр жағында не нәрсе тұрғаны бар ғой, біздің бәріміздің ішіміздегі сұмырайымыз сезіп отыр ғой. Бірақ бар ғой, халықтың алдындағы, елдің, мемлекеттің алдындағы, қоғамның алдындағы аманат дейтін нәрседен қорықсаңыздаршы. Осы кейінгі созықта бүкіл болып атқан осы біздің неде рабочий жаңағы жұмыс тобының отырысының бәрі халықтың қатысуымен болып атқан нәрсе ғой.
халыққа салайық. Бүкіл өзі қоғам қазір ренжулі ғой, бірдеңе осы депутаттан көріп отыр ғой қазір елдің бар. Осы кезде ақылға салайық. Сол кезде шықсын, баласы калека болғандар зарлап шықсын, сол кезде сіздің көрсеткен жаңағы суретіңіз түкке татымай қалады. Потом этапов очень много же, ни одного зависит. Есть этап транспортировки, соблюдение Жақсы, дауысқа қоя беріңіздер, болды ғой, енді әбден айтатын адам айтты. Леохан, сіз неғымай қойыңыз, өзіміз отырмыз ғой, дауысқа қоямыз ба, қоймаймыз, бұл сіздің жұмысыңыз емес. Разработчик берет на доработку, поэтому... Не на доработку, я просто... Доработка, ештеңесі жоқ. Бекболат Тілеухан, Магеррамов, Смирнова, Бекболат Тілеухан үшеуі қарсы болды, қалғаны қабылдады. Болды, и все, енді немене. Оны айта бергенде не болады? Он адам отырған жерде шешпеңіз. Да, сіз біз үшін шешпей қойыңыз. Айтарыңызды айтыңыз ба, болды. Да. Енді уақытыңызды немене құртып отырсыз, Зәуре Жұмалиева, сондай түсіндіретін адам емессіз ғой, уақытыңызды бекер құртып отырсыз. Мені бәрі убеждать ете алмайсыздар, а сіздердің убеждениеңіз белгілі. Сондықтан да келесі сұраққа өте мылжыңдай бермей, қазақша айтқанда.